Өте оңай жасалатын асқабақ пирогын дайындаймыз. Егер сіз асқабақты ұнатпайтын болсаңыз да бұл пирогты тым қалдырмай жеп қоятын боласыз. Пирог соншалықты дәмді шығады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ұнға разрыхлитель салып араластырып қоясыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны жарып, қантты салып, ерітіп осылай араластырып аласыз. Ұнымыздың үстіне тоңазытқыштан шығарған сары майымызды салып, осындай крошка жасап аламыз. Сосын жұмыртқаны салып, бір келгі қамыр илейміз. Артық ұн қоспаймыз. Дәл осылай видеодағыдай араластыра берсеңіз, сізде осындай тесто шығады. 15 минутқа демалдырып, тестамен жұмыс жасай берсеңіз болады. Бұл аралықта начинкасын дайындаймыз. Піскен асқабаққа 3 жұмыртқаны, қалауыңыз бойынша ванилинді, сгущенка, қалауыңыз бойынша корица қолданып, бәрін блендермен араластырып мыжып аламыз, бір келкі массаға келгенше. Сосын тестамызды формаға келтіріп, жайып шығамыз, вилкамен тесіп шығамыз міндетті түрде. Начинкамызды құйып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін 3-4 сағат міндетті түрде суытамыз. Сосын бетіне орех сеуіп, ұсына берсеңіз болады. Өте дәмді болады. Рецепт сізге пайдалы болған болса, лайк басып, пікір жазып, менің парақшама жазылуды ұмытпаңыз. Алда бұйырса пайдалы контенттер көп болады. Менімен болғандарыңызға рахмет.